Қанат қомдап таң атқанда шығыстан, торғайым бар, қыраныңмен бір ұшқан, жүрегім бар, жүрегіңмен ұғысқан, менің елім Гүлістан. Дәл осылай қазақтың айбынды ақыны Жұмекен Нәжмеденов секілді өзінің туған жерінің сұлулығын асқақтата жырламаған ақын жоқ шығар. Қазір біз туған жердің төрінде сұлулық пен махаббаттың, жер ананың символы ару қызғалдақтардың қалың құшағындамыз. Жарық көргеніне 100 жыл толып отырған аға басылым Ақжол газеті мен облыстық кино орталығы және кәсіби тұрғыда табиғат жанашырларымен бірлесіп іске асырған жобаның аясында біз туған жердің сұлулығына саяхат жасап, арнайы сапарға шықтық. Айналайын, айналайын, аспаныңда ай болайын, айналайын. Шараның басты мақсаты табиғатты қорғау, табиғатты аялау, жас ұрпаққа түсіндіру. Жамбыл облысының фотокорреспонденттері Қызғалдақтар өлкесіне келіп, өздерінің еңбектерін осы біздің Ақжол газетінің 100 жылдығына арнап отыр. Алла қаласа кітап және фотожурнал жарық көреді. Сол ішінде, сол фотожурналдың ішінде осы біздің фотокорреспонденттердің еңбектері жарияланады. Ақжол газетінің 100 жылдық мерейтойына байланысты ғажайып шара өтіп жатыр. Грейк қызғалдағы деген өте сирек кездесетін табиғаттың тамаша туындысы. Мұны осы жерде тұрып жатқан азаматтар, облыстағы басқа жердегі азаматтар біле бермейді. Қазіргі біз тұрған жердің өзіне егін егіп тастапты. Бұл жерге келешекте егін екпей арнайы шағындық ретінде қалдырып, туристік топтарды ұйымдастырып, тамаша табиғатын көрсетумен қатар осы жерде туристік орталыққа айналдырар едік. Табиғаты көз тартқан мекен, Алла нұрын төбеден. Былтыр күзде Ақжол газетінде әр жылдары еңбек етіп өмірден өткен аталарымыздың, ағаларымыздың, замандастарымыздың рухына арнап Құран оқытып, Құдай тамақ берді. Ақпан айында Жыралова Жамбыл Жабаев жәкеміздің туған күніне және Ақжолдың 100 жылдығына арнап республикалық айтыс өтті. Өткенде ғана Тараз қаласындағы орталық саябақта Ақжол газетінің 100 жылдығына 100 тал отырғыздық. Күні кеше Ақжол газетінде еңбек еткен ардагер ағаларымызды шақырып ауызашар бердік. Енді міне Жуалы ауданының жер жанаты Қызғалдақты мекенге келіп, ел жұртқа таныстырып жатырмыз. Бұндағы негізгі мақсат Қаратаудың күнгейінде осындай бір керемет жер бар екенін көрсін деген ниет еді. Алдағы уақытта бұл Алла жар болса жыл бойы жалғасады деп отырмыз.